1, 2, 3. Қайырлы күн, мен бүгінгі жобама қош келдіңіздер. Менің жобамның тақырыбы менің бизнесім, менің кәсібім деп аталады. Менің жобам кіріспе негізгі қорытынды бөлімдерден тұрады. Ең бірінші кіріспе бөлімде мен сіздерге жобамның мақсаты мен міндеттері туралы толық ашып айтып өтемін. Яғни менің жобамның мақсаты ол адамдарға бизнестің не екенін түсіндіру, көрсету, ал жобамның міндеті болса ол жаңағыдай бизнестің түрлері туралы ашып айту. Яғни негізгі бөлімді нақтылап, қорытындылап көрсету болып табылады. Келесі жобамның жалпы сипаттамасы бизнес идея, проблема шешу, құқықтар, яғни бизнестегі идеяларды, проблемаларды ашып көрсету және де құқықтарды, оның негізгі міндеттері қандай, заң бойынша қалай жүргізу керек, соның барлығын көрсету менің жобамның сипаттамасы болып келеді. Енді өзектілігі бұл бізде негізгі бөлімге кіреді, яғни негізгі бөлімде сіздерге қазір бизнес туралы түсіндіріп кетемін. Бизнес бұл жалпы адамдардың болашаққа деген мүмкіндіктерін ашатын үлкен бір саланың түрі десек те болады, яғни кәсіпкерліктің ең үлкен бір шыңы десек те болады. Нарықтық сұраныстар, бәсекелестіктер, нарықтық көлем бұл бизнестің жалпы бір бөлігі саналатын түрлері болып келеді. Яғни бизнес ол адамдарға үлкен мүмкіндік ашатын орталардың бірі. Қазіргі таңда трендке айналып жатырған, яғни сәнге айналып жатырған үлкен көлемдегі мамандықтардың бірі болып келеді. Адамдардың бұл 24 сағат уақытын алатын саланың түрі, яғни сіз белгілі бір уақытта бір кәсіп түрін бастап, ол үшін сізге әрине қаражат керек болады. Үлкен көлемде сол қаражатты алып, сіз арада өзіңіздің бір үлкен бизнесіңізді ашсаңыз болады. Ең бірінші ол үшін адамға көптеген қызығушылықтар керек болады. Келесі жоба стратегиясы, іске асыру мерзімі. Яғни сіз ең бірінші бизнесті бастайтын кезде адам өзіне сұрақ қою керек. Мен қандай мақсатта бастап жатырмын? Яғни егер де сіздің бастап жатқан бизнесіңіздің мақсаты ол адамдарға пайда әкелу болатын болса, онда сіздің бизнесіңіз оң нәтижесін көрсетеді. Ал егер де бизнес бастар алдында адамның барлық жаңағыдай ойы, яғни тек қана пайда табу ғана, ақша алу ғана болатын болса, онда ол теріс нәтижесін көрсетеді. Яғни бизнес бастар алдында жоба стратегиясын құру керек, іске асыру жоспары болу керек, кезеңдер мен нәтижелер болу керек, жауапты тұлғалар болу керек. Яғни іске асыру жоспарында сіз қалай бұны жасаймын, қалай мен осы арқылы адамдарға бір пайда әкелемін деген жоспарыңыз болу керек. Кезеңдер мен нәтижелер, яғни сіз белгілі бір кезеңдерден өту үшін мақсаттар қоюыңыз керек. Одан кейін оның нәтижесіне де тоқталу керек. Яғни бизнес жоспар дегеніміз осы болып келеді. Сіз яғни бизнес жоспар арқылы барлық бизнестің бүге-шүгесіне дейін барлығын жоспарлап, оның нәтижесіне шейін апарып, оны біліп алуыңыз керек. Жауапты тұлғалар, яғни сіз өзіңіз жауапты болуыңыз керек. Мысалы, бизнесте көптеген тұлғалар бар. Қазір сол жауапкершілігінің арқасында үлкен нәтижеге жетіп отырған, қазіргі таңда трендке айналып жатқан тұлғалар, ол мысалы Ырсайды алып қарасақ болады. Олар өздерінің жауапкершілігі арқылы көптеген жетістікке жеткен тұлғалар. Келесі бизнестің түрлері, яғни бұл бизнестің ең үлкен түрі маркетинг жоспары деп аталады. Маркетинг бұл бизнестің үлкен саласы болып келеді. SMM секілді салаларды қарастырған кезде оның ең біріншісі маркетинг саласы көзге түсетін және де қазіргі таңда ең танымал осы маркетинг саласы болып келеді. Маркетинг бұл жалпы алып сату деп аталады. Яғни сіз алып сату арқылы өзіңіздің бір тауарыңызды алып, оны жаңағыдай маркетинг бұл жалпы бір саланы, бір өзіңіздің ұнаған товарыңызды алған кезде оны жарнамалау болып келеді. Сол алған товарыңызды кейін оны алып жаңағыдай жоспарыңыз арқылы жарнамалайсыз. Сол жарнамалаған дүниеңізді басқа адамдарға пайдасы жақсы жағын көрсету арқылы сатасыз. Сол бізде маркетинг деп аталады. Жалпы бұл алып сатудың бір үлкен түрі болып келеді. Бұл жерде өндіріс жоспары, яғни сіз өндіретін товарларыңыздың жоспарын міндетті түрде құрып алуыңыз керек. Яғни оны қалай жасаймын, қалай жүзеге асырамын, оның пайдасы қандай, адамдарға берер үлкен пайдасы болу үшін сіз оның жаңағыдай бастан аяқ барлығын жоспарлап алуыңыз керек. Жоспарлаған кезде өндірісіңіздің адамдарға пайдасын, жақсы жағын көбінесе қарастырған жөн. Келесі
Енді бұл жерде көріп тұрғаныңыздай қаржылық мәселелерді қарастыру керек. Қаржыға келген кезде бизнесті бастар алдын адамдар көбінде қаржылық мәселесіне қиналып жатады. Бұны шешудің бірнеше жоспарлары бар. Яғни сіз бағанағы құрған жоспарыңыз арқылы қаржылық мәселелерді толыққанды қарастырып шеше аласыз. Ол үшін сізде жақсы жоспар болу керек, өзіңізде жақсы міндеттер болу керек. Сол арқылы қаржылық мәселелерді шешуге болады. Яғни басында сіз қаржылық мәселелерден қиналған жағдайыңызда, ол кезде сіз өзіңіздің достарыңыздан, туыстарыңыздан көмек сұрау арқылы қаржы мәселесін шешуге толыққанды болады. Қауіп-қатерлері, яғни бизнестің қауіп-қатерлері болуы мүмкін. Сіз басқа елге барған кезде, товармен айналысатын кезде, яғни тек қана Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар басқа елдерді қамтыған кезде бизнесте көптеген плюстар мен минустар болуы мүмкін. Сол кезде минус жақтары ол көбінде сол елдің заңына байланысты болып келуі мүмкін. Сол елдің заңына байланысты жаңағыдай товар сатпауыңыз керек деген секілді қауіп-қатерлер адамға алып келеді. Яғни бизнесіңізді дұрыс жоспарламасаңыз да қауіп-қатер болуы мүмкін. Сізде нақты бір мақсат болмаса да, ол сізге қауіп-қатер алып келеді. Сол себептен де бизнесте көбінде жоспар, мақсат деген дүниелер өте қатты маңызды болып келеді. Енді қорытындылай келе, бұл жерде мен сіздерге бизнестің жаңағыдай түрлері туралы айтқанмын. Сол жаңағыдай бизнестің түрлері арқылы адамдар көптеген мүмкіндіктерге жол ашатынын түсінуге болады. Яғни қорытынды бөлімде мен өз ойымды қорытындылай келсем, бизнес бұл үлкен мүмкіндіктердің қазіргі таңда сәнге айналып келе жатқан мамандықтардың түрі. Осы мамандықты үйрену арқылы адамдар болашақта көптеген жетістіктерге жете алады, көптеген жаңағыдай жоғары оқу орындарында тез түсе алады, және де ақшасын барлық жағдайда тез әрі жылдам таба алады. Яғни менің жобамның мақсаты да, міндеттері де осы жаңағыдай бизнестің түрлері туралы сіздерге толыққанды түсіндіру болатын. Жалпы қорытынды бөлімде сіздер түсіндіңіздер, бизнес бұл оңай мамандықтардың бірі емес, бірақ өте жеңіл, қарапайым мамандықтардың түрі десек те болады. Яғни үлкен мүмкіндіктер алып келетін, адамдарға үлкен пайда алып келетін, яғни табыс көзін, болашаққа деген адамның ой-өрісін өзгертетін, және адамға тез әрі жылдам табыс алып келетін мамандықтардың түрі.